Солтүстік Кавказдағы әмір темір жорықтарының бағыттарын дереккөздер бойынша талдау оның әрекеттерінде шашыраңқы соққыларды емес, бүкіл аймақты жаулап алудың мақсаты және дәйекті жүйесін анықтауға мүмкіндік береді. Жылжи отырып батыстан шығысқа, ол кезекпен облыстан облысқа жаулап отырған. Тылдың сенімділігі мен әскердің жауынгерлік қабілеті үшін әмір темір бір жорықты аяқтап, одан әрі көрші аудандарға бармады, бірақ Пятигорьедегі демалыс орнына, содан кейін Куму өзеніне оралды. Сонымен бірінші жорық кезінде ол Черкес аймағын, солтүстік батыс Кавказ, екінші жорықта Буриберди мен Буракана елін, Пятигорье және қазіргі Карачаево-Черкесия аумағы қиратты. Содан кейін үшінші жорық Тауса мен Кула аймағына, Кабардино-Балкария аумағы, ал төртінші жорықта Пулада, солтүстік Осетия тоналды. Пятигорьедегі кезекті демалысынан кейін әмір темір Сим-Сим еліне 5-ші соққысын тигізді. Сим-Сим облысы қазіргі Шешен-Ингушетия аумағы. Сим-Сим аймағында Гаюрхан деген атқа ие болған өзінің билеушісі болды. Бұл елдің жекелеген аудандары вассалдар бастаған жер учаскелеріне бөлінді. Әмір темірдің әскері облыстың жазық бөлігін бір соққымен басып алды. Алайда, жаулап алушыға бағынғысы келмеген Сим-Сима халқының бір бөлігі шегініп, әмір темірмен күресті жалғастыру үшін тауларда қол жетпейтін жерлерді алды. Сим-Сим хан әмір темірге қарсы күресі. Басқа деректерге сүйенсек, әмір темірдің әскері Аргун мен Сунжидың жоғары ағысымен қазіргі Шешен-Ингушетия аумағының тауларына көшкен. Ол үшін ол Сунжи өзенінің оң жағалауына, қазір Грозный қаласы орналасқан жерге жақын өтті. Аңыз бойынша дәл осы жерде әмір темірдің бұйрығы бойынша Сунжа арқылы өтетін көпір салынды. Одан өзен арқылы өтетін өткелдің өзі де осы жерде Купер Ақсақал темір, яғни Ақсақ темір көпірі атауын алды. Шешен-Ингушетияның етегінде Сим-Симнің негізгі әскері жеңіліске ұшырады. Парсы шежірешілері Шами мен Яздидің айтуы бойынша, осыдан кейін Гаюрханның ұлы Мұхаммед мойынсұну және мойынсұну белбеуімен байланған елмен бірге әмір темірдің жағына өтіп, кілемді сүю құрметіне ие болып, соттың қызметшілерінің қатарына қосылды. Жазықтағы жеңілістен кейін бәрі бірдей емес, Сим-Сим тұрғындары осылай жасады. Айырмашылығы Мұхаммед, басқа топ тұрғындарымен осы орындарды басып алып таудан кетіп, осындай қол жетпейтін орындарға әрең жетуге болатын. Сим-Симнің тірі қалған жазық тұрғындары жаулап алушылармен күресті жалғастыру үшін таулы жерлермен қосылды. Әмір темір жазықты басып алғаннан кейін, жергілікті халық үшін соғыс билеуші топтың соғысынан партизан халық соғысына айналды. Бұл соғыс кең көлемде өтті. Бұл әмір темірдің сот тарихшылары Гайхан иесінің тағдырын сипаттау қажет деп санамағанын, бірақ әмір темірдің таудағы іс-әрекеттеріне назар аударғанын айқын көрсетеді. Тау вайнақтарының қарсыласу күші туралы тарихнамалардың әмір темір оларға жеке өзі қарсы шықты деп атап өту керек деп тапқаны да айтады. Оқиғаларды одан әрі баяндауға көшкенде, олар темірдің таулы отрядтардан бастан өткерген барлық қиындықтардан басқа, әмір темір жаулап алып, қиратқан мұнаралар мен бекіністермен нығайтылған көптеген қол жетпейтін жерлер болғанын және қорғаушыларды тұңғиыққа тастағанын айтады. Әмір темір Шешен-Ингушетия тауларындағы бірқатар құлыптарды қиратты. Бұл жерде құс қанаты мұнарасы тарихи дәстүрін еске түсірген орынды. Онда Башин-Кали аймағында мұнаралар тауы бар. Олардың шыңдары бұлттарға тіреледі және оларға қарап тұрған адамның басынан шапағат түседі. Оның бір жағында тік жартас бар. Жергілікті байлар оның қол жетпейтін шыңында бірнеше тас мұнаралардан тұратын қамал тұрғызды. Оған тіпті жебе де жете алмады. Бұл қамалға шабуыл жасауды шешкен Ақсақ темірдің әскері оны Ганат Кала деп атады. Олардың тілінде Ганат, қанат дегенді білдіреді. Таудағы әмір темір әскерлерінің әрекеттері. Әмір темірдің әскері жекелеген отрядтармен шатқалдарға таралып, батыстан шығысқа қарай таулар бойымен жылжып, негізінен қазіргі Назрановский, Сунженский, Ачхой Мартанов және Шатой аудандарының таулы бөлігінде орналасқан бекіністер мен құлыптарды басып алып қиратты. Содан кейін Аргун шатқалындағы шайқастардан кейін олар солтүстік шығысқа бұрылды. Қазіргі Веденский және Ножай юрт аудандарының орман аймағына, Ан жотасына дейін тереңдей түсті. Келесі факт жаулап алушының таулы жерлердің қарсылығына жауап ретінде ашуланғаны туралы айтады. Темірдің бұйрығымен жергілікті тұрғындар таудан лақтырылды. Жаулап алушыларды ауықтың аумағына жылжыту.
Сим-Сима тауларынан ұшаққа түсіп, Темір өз әскерін шешендер Ауқовцы, Ақкеңдер тұратын Аухардың тау бөктеріне шабуыл жасады. Өйткені Құмық ойпатынан Салатавов тауларына тек Ауха арқылы жетуге болады. Бұл туралы Ауха аймағында жүргізілген алдын ала зерттеу XV ғасырдың эпиграфиялық материалын растайды. Бұл аймақтың этникалық құрамына келетін болсақ, археологиялық материалдар ерте орта ғасырларда байнақтар Ауха аймағында өмір сүргенін көрсетеді. Дағыстанның түркітілдес халықтары шешен ақындарды және олардың аумағын Аух деп атайды. Көпше түрде ар-лар, аухар жұрнағы қосылады. Айтпақшы, Ақкен ауылдарының барлығы дерлік Аух сөзімен аяқталады. Жаулап алушы Құмық ойпатынан Шешенстанның шығыс шетіне басып кірді және таулардың қатты қарсылығына қарамастан 7-8 мың үйі бар Алмақ қаласын дауылмен алып қиратты, ал айналадағы жерлердің тұрғындары жазыққа көшті. Әмір Темір рейдке жіберілген отрядтың бағыты ең алдымен Ямансу, Ярықсу және Ақташ өзендерімен, содан кейін Салатавия мен Үнді қойысымен апатқа дейін жүрді. Әскер сол жерден көптеген олжалар, сиырлар мен тамақ әкелді. Шамасы, бұл Әмір Темірдің міндеті еді. Осы жерден отряд Пятигорьедегі пойызға оралды. Дерек көздер Темірлан және Айна дәстүрін толықтырады. Онда олар басып алған керемет аттар, түрлі маталар, ыдыстар, қару-жарақтар, дулыға, қалқандар, карапас, найзалар, садақтар, қылыштар. Әмір Темір семсер құрған оның күші дворяндардың мүдделері үшін өзінің жеңісті, олжа келетін жорықтарын жасай алатын уақытқа дейін ғана өмір сүретінін түсінді. Темірдің Шешен-Ингушетияға шабуылының салдары. Шешен-Ингушетия өзінің дамуында көрші облыстармен бірдей болды. Дегенмен Темірдің шапқыншылығы әлеуметтік дамудың қалыпты бағытын бұзып, ауыр зардаптарды қалдырды. Шешен-Ингушетия өзінің экономикалық дамуында бірнеше ғасыр бұрын жойылды. Шешендер мен ингуштардың фольклорында Әмір Темір таза теріс кейіпкер ретінде әрекет етуі кездейсоқ емес. Қалалар мен ауылдардың күйреуі мен тоналуы олардағы сауда мен қолөнер өндірісінің құлдырауына келді. Ел халқы күрт азайды. Нахски этносының жекелеген қоғамдарға, Сим-Сим елдеріне 16-17 ғасырлардағы Шешен-Ингушетия ұсынған шағын жерлерге ыдырауы болды. Степной Предкавказия сол мүлдем дерлік жоғалтты отырықшы егіншілер және оның аумағы орынды көшпенділер. Дегенмен жаулап алу туралы әңгіме болуы мүмкін емес, өйткені Әмір Темір солтүстік Кавказды өзіне бекітіп қоймады, бірақ өзін қиратумен шектеді. Содан кейін оның шекарасынан шықты. Алтын Орда салыстырмалы түрде қысқа уақыт ішінде үш күшті жеңіліске ұшырады. 1380, 1391, 1395. Содан кейін бұл мемлекет бұдан былай өзінің күшін қалпына келтіре алмады. Жаулап алынған халықтардың азаттық күресінің нәтижесінде 15 ғасырдың басында Орда ұсақ ұлыстарға, князьдіктерге бөлінді.